Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді шоколадты кексті жасаймыз. Бұл шоколадтың кексін жасалу жолы оңай, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен бізге 4 жұмыртқа керек, одан қантымызды және де 1 ас қасық ваниль қантын қосып, жақсылап барлығын миксердің көмегімен осылай араластырып аламыз. Шамамен менде араластыруына бір 4-5 минут уақыт кетті. Бізді массамыз осындай әппақ болып көтеріліп, 2 есеге ұлғаюы керек. Мінеки, енді біздің жұмыртқалы массамыз дайын. Енді сүтке сары майды қосып, жақсылатып жылтып аламыз. Оған дейін жылынғанша ұнымызды, какао, құпсытқыштың барлығын осылай бір ыдысқа салып, бірінші араластырып аламыз. Одан кейін ұнның жарты бөлігін ғана жұмыртқалы массаға саламыз. Жақсылап барлығын салып болған соң, енді миксердің қажеті жоқ, венчиктің көмегімен массамызды осылай араластырамыз. Какаоны өзіңізге ұнатқан какаоны қосқан жақсы, өйткені ол біздің тікелей кекстің дәміне әсер етеді. Мінеки, осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Оған дейін біздің сары майымыз сүтте еріп жататын болады. Сүтті қатты ысытпаймыз, тек сары май ерігенше жылытатын боламыз. Мінеки, сары май сүтте еріді, сүтімізде ысыды. Енді сүттің жарты бөлігін қосып, тағы да жаймендеп венчиктің көмегімен астына үстіне қарай осылай жаймендеп араластырып отыратын боламыз. Осы кезден бастап пешімізді 180 градусқа қосып, жаймендеп қыздырып бастаймыз. Мінеки, біздің массамыз көрдіңіздер, жаймендеп араласты сүтті массаға. Осылай жақсылап араластырып болған соң, енді мана біз ұнның жарты бөлігін ғана қостық қой. Енді қалған бөлігін салып, осылай тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Бастапқыда екінші ұнды қосқан кезде бізді масса шамалы қоюланып араластыруға сәл қиындау болады. Еш нәрсе етпейді, ол біздің кексқа ешқандай әсер етпейді. Мінеки, осылай жақсылап барлығын араластырып болған соң, енді қалған сүттің жарты бөлігін қосып, оны да астынан үстіне қарай жаймендеп араластыра отырамыз. Бізде өте әдемі қоймалжың масса пайда болады. Енді табамызды майлаймыз. Кез келген формада табаны пайдаланған жақсы. Мен 4 бұрышты осылай пайдаландым. Ал егерде дөңгелек формада болса, онда диаметрі 23-24 см болатын форманы пайдаланамыз. Енді майланған табаға барлық массаны құятын боламыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз, бірақ та әрине тексеріп отыратын боламыз. Жақсылатып суытып алған соң бетіне қант ұнтағын себеміз. Сол кезде біздің шоколадты пирогымыз өте дәмді болады. Қараңыздар, биік, дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.